Халықпен онлайн кездесу өткізіп есеп берген Маңғыстау облысының әкімі еліміздегі 4-ші мұнай өңдеу зауытының дәл осы өңірде салынуын дұрыс деп санайды. Тіпті Алик Айдарбаев бұған инвесторларды қалай тартып, бүгінгі таңда тек 15% ғана елімізде қалып, қалғаны импортталып кететін қара алтынды ішкі нарықта қалай ұстап тұру құпиясын білем дейді. Любая компания, в том числе Тигишеву, да и любая здесь Мангостауэнергаз и Узенэнергаз готов с радостью поставить свою нефть, если у него покупать по рыночной цене. Ал Жамбыл облысы әкімінің есебін тыңдауға келген тұрғындарда есеп болмады. Көптің ызасын облыс орталығындағы жабайы базармен күрестің сылбырлығы тудырыпты. Премьер-министр орынбасары тағы да осы қайталады. Тапсырма берді облыстарға, барлық жерге басшыларға. Жөнделер ретке келтіріңдер деп. Бір екі істепті орындаға қойды. Осы себебін не себептен күшіңіздер жетпей жатқаны ма? Стихийный базар дейміз, осылардың орналасқаны, себебі бізге қазір өздеріңіз білесіз, шағын мына бизнестерді тексеруге болмайды. Жыл аяғына дейін біз оларға жол айырмайтындай болдық. Ал жаңа қызметке тағайындалғаннан бері алғаш рет халық алдында есеп берген Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтанов Орыс драма театрының залына қарамағандағыларының барлығын алып келді. Кездесуде өткен жылы 5 миллион тонна астық жинадық деген облыс әкімі жергілікті өнімдердің өтімділігін арттыру үшін жәрмеңкелерді жиі өткізуге сөз берді. Целая улица будет перекрыта, и мы будем, значит, районы будут торговать удешевленной продукцией. Дегенмен небәрі 1 сағат 20 минутқа созылған әкімнің халық алдындағы есебінде жалығып кеткендер қалғып та үлгерді. Енді бірі ұялы телефонында ойын ойнап отырды. Бір қызығы әкімге сұрақ қойып қалғысы келгендердің саны көп болмады. Руслан Құсайынов, Нурадин Рақай, Райымбек Бегужаев, Информбюро.